Қайырлы күн оқырмандар. Қазақша контентті қолдап, тіркеліп, әңгіменің соңына дейін тыңдай отырыңыздар. Ене мен келін. Зере мен Асқардың ата-аналары бұрыннан келе жатқан достар. Екеуінің әкелері бір оқу орнын бітірген. Айырылмас достар болған. Екеуі достығымыз енді құдалыққа ұлассын деп балаларын кішкентайынан атастырып қояды. Зере мен Асқар ес білген кезде атастырылғандарын айтып, көңілдерін қалдырмай, құда-құдағи болғысы келетіндерін айтады. Әке-шешелерінің көңілін қалдырғысы келмеді ме, есейген соң қыз бен жігіт болып сөйлесіп жүреді. Бірге кешкі серуенге шығып, түнгі қаланы аралап қайтатын. Бірақ ешқандай артық әңгіме айтылмайтын. Сөйтіп жүрсе де, Зере Асқарды қатты ұнатып қалды. Асқарды ұнатады деп ойлады. Бірақ басқа ешкімге қарамай, болашағын тек Асқармен елестетіп жүрді. Бірақ Асқар өз сезімін білдіруге еш асықпады. Тек жылы лебіздерін көрсетіп жүретін. Аға ретінде қамқор болып жүретін. Асқарды ұялып жүрген болар. Маған деген құрметі ерекше ғой. Демек ұнатады деп ойлады. Соңғы кездері Асқар көп келгіштеп жүр. Бір нәрсе айтқысы келетіндей көрінеді. Бірақ ештеңе айтпайды. Бүгінде кешкісін Асқар Зереге келіп тұр. Қолында шоколады бар. Біраз әңгімелесіп, қипақтап бір нәрсе айтқысы келгендей болды. Оны сезген Зере маған өз сезімін білдіре алмай отырма деп те ойлады. Іштей қуанып та отыр. Бірақ бүгінде ештеңе айтылмады. Асқар біраз отырып қайта кетті. Зере соңғы уақытта түнімен дөңбекшіп, Асқарды жиі ойлайтын болды. Соның жары болғысы келетін. Қашан сөз салады екен деп те ойлайды. Көз алдына иә деген жауап айтқанын елестететін болды. Сөзін өз ойына мәз болып жатады. Ертесіне Зере ерекше көңіл күймен тұрып, әдемі киімдерін киіп оқуына жиналып жатқан сол анасы хабарласты. Зеретай, қалайсың қызым? Жақсымын анашым, өзіңіз қалайсыз? Әкем қалай? Шүкір, аман есен. Оқуың қалай? Қарның тоқ па? Ақшаң бар ма? Жағдайын сұрап, неден бастарын білмей, әрі-бері қипақтап отыр. Қалай айтсам екен? Зеретай, Асқармен хабарласып жүрсің бе? Иә, анашым, не болды? Жай сұрап жатқаным ғой. Негізі былай ғой қызым. Енді саған не айтарымды білмей отырмын. Кеше Асқар үйленіп кетіпті. Саған ештеңе айтпап еді, деді. Зеренің бірдеңе түрі өзгеріп кетті. Қашан? Кеше ғана келіп кетті ғой кешкісін. Үйленетінін айтпады ғой. Білмеймін. Үйіне айтпай кеше өзімен бірге оқитын қызды апарыпты. Жақсы көретін қызым деп. Апарып тұрған соң ата-анасы амал жоқтан басына орамал салыпты. Енді әкеңе хабарласып, ұлы үшін кешірім сұрап жатыр. Өздерін кінәлі сезініп отыр. Жарайды, бақытты болсын, деді. Зере өзінің көңіл күйін байқатпайын деп. Өзіне бәрібір сияқты болып сөйлесіп тұр. Бір жағынан анасында уайымдатқысы келмеді. Бірақ іші алай-дүлей болып жатты. Асқар маған ағамдай ғой. Уайымдамаңыз, қайта дұрыс болды үйленгені. Сіздерде әзірге тұрмысқа шыққым келмейді деп айта алмай жүредім, дей салды. Иә қызым, саған қалай айтарымды білмей, әрең хабарласып едім. Жақсы болды ғой. Өзіңде әлі бауырға баса қоймағаның. Анасы мен қызы кішкене сөйлесіп, тұтқаны қойды. Өзін әрең ұстап тұрған Зере, тұтқаны қояр қоймас, көзінен моншақтап жастары ытқып шыға берді. Жиналып жатқан сабағы да жайына қала берді. Бәсе деймін, кеше бір нәрсе айтқысы келіп еді. Осыны айта алмаған екен ғой. Мен болсам қиялданып жүрмін. Ұнатпаса айтпады ма? Неге мені алдап келді? Алған келіншегі кім болды екен? Ару ма? Басқа ма? Деп әбден басы қатты.
бірақ өзін қоярға жер таппай отыр. Керексіз зат секілді тастап кеткендей сезімде болды. Біресе жылап, біресе қайта ойға шомып кетіп отырды. Ару Асқармен бірге дәрігер мамандығында оқитын қыз. Ару десе ару шіркін, ұзын бойлы, қыпша бел, қасы көзі қиылған әппақ келген қыз. Қашан көрсең екеуі бірге жүретін. Бірақ Асқар досым деуші еді. Жай айтқан екен ғой. Не де болса Асқарға хабарласайын деп шешті. Өйткені ішін жегідей жеп бара жатқан сұрақ. Мені неге тастап кетті? Кімді алып барды? Ол қыз кім? Көп ойланбастан ет қызулықпен телефонынан нөмерін тере бастады. 2-3 үзілістен кейін өзіне таныс дауыс. Зере, сәлем. Қалың қалай? Сәлем Асқар. Жақсымын. Қалай жағдайың? Құсың құтты болсын. Рахмет. Зере, ренжімеші. Саған айтуға батылым бармады. Қанша оқталсам да айта алмадым. Бір жағынан әкемнің берген уәдесі бар. Бір жағынан өзімнің жақсы көретін қызым бар. Не де болса жүрегімді таңдадым. Білесің ғой, мен саған қарындас ретінде қарайтынымды. Ренжімеші. Зере біраз нәрсені айтқысы келген еді, бірақ батылы жетпеді. Сәл үнсіздіктен соң. Иә, білемін, уайымдама. Бақытты болыңдар. Сен де маған ағам секілді едің. Сондықтан өз-өзіңді кінәлама. Жеңешем кім болды сонымен, дейді. Ару, бірге оқитын. Аруға үйлендің бе? Иә. Жақсы, екеуің қатты жарасасыңдар. Бақытты болыңдар. Жай құттықтап қояйын деп хабарласқанмын. Рахмет, Зеретай. Жақсы. Зере тұтқаны қоя сала тағы жылады. Іші өртеніп барады. Бүгінгі күні жылаумен өтті. Қайтсын, бауыр басып ұнатып қалған еді. Енді сүйгені басқаға үйленіп кетіп отыр. Түнімен ұйқысы да жөнді болмады. Таңертеңгісін амал жоқ, оқуына барау керек. Сүйретіліп оқуына келді. Көздері ісіп кеткен, түрі шаршаңқы. Құрбысы көре сала, не болған түріңе? Ауырып тұрмысың? Жоқ. Неге? Не болды енді? Асқар үйленіп кетіпті. Қойшы. Кімге? Дос қызына. Бірге оқитын. Мені ұнатпапты да. Қарындарысы ретінде ғана қарайды екен. Қойшы соны. Содан басқа жігіт құрып қалды ма? Сонша жылап сенде. Сені басқа бір жігітпен таныстырамын. Не қыласың сені ұнатпаса? Жүгіресің ба артынан? Ұмыт оны болды. Саған әлі талай жігіттер ғашық болады. Көрде тұр. Зере күнде оқуына келіп жүр. Ойының бәрі Асқар. Бауыр басып қалған сонша, көрмегенге іші алай-дүлей болып, бір ретте болса көргісі келіп жатыр. Бірақ хабарласуға өзін әрең ұстап жүр. Өз-өзіне болды. Зере, ұмыт деймін саған. Оның келіншегі бар. Бақытты өмір сүріп жатыр, деп күбірлеп қояды. Арада ай өтер-өтпес құрбысы Зереге хабарласады. Бүгін дайын отыр. Бір жігітпен таныстырамын. Асқарға ерегіскенде басқа біреумен жүрсей. Қашанғы жүресің мұңайып? Сенің қазіргі жағдайыңа қарап, жүрегім ауырады. Еңсеңді көтер. Бір жігіт үшін өзіңді тастап жібересің бе? Дастан да жақсы жігіт. Өзінің кәсібі бар. Соны дөңгелетіп отыр. Оқыған-тоқыған жігіт. Бұдан артығын таппайсың, деп асыра мақтап жіберді. Кешкісін құрбысы 2 жігітті ертіп келді. Бұл шыққанша есік алдында күтіп тұрды. Зере терезеден аңдып қарап қояды. Қайсысы болды екен деп. Көп ұзамай бетін әрлеп, киініп Зереде шықты. Сәлемдесіп болған соң, құрбысы екеуі машинаның артқы жағына барып жайғасты. Қаланың қақ ортасында жақсы бір кафеге келді. Ішке кіріп жайғасты. Құрбысы ортада таныстырып жатыр. Дастан деген ұзын бойлы аққұба келген
сымбатты жігіт екен. Қасындағы Дастанның жолдасы Ғабит. Дастан бір қарағанда көз тоярлықтай жігіт, бірақ бәрібір Асқарға жетпейтін сияқты. Әңгімелесіп отырып, Дастанға көзі түсіп кетті. Зереге қарап отыр екен. Сынап отырғандай қарап отырды. Қайтқанша көз алмай отырғанын сезді. Үйлеріне тарап хабарласатын болып қалды. Құрбысы Зеренің үйіне келді. Екеуі үйге кіре сала әңгімесін айтып жатыр. Құрбысы: қалай екен? Ұнады ма? Бір қарағанда жақсы сияқты. Жақсы болғанда қандай? Бұдан артығын таппайсың. Бұл үйленетін жігіт, сондықтан асығыс. Ертерек жауабыңды айту керек. Сені ұнатып отырған анық. Барғаннан қайтқанға дейін саған қарап отырды емес пе? Зере ойланып отыр. Не істесем болады? Ерте емес пе дейді. Бір жағынан Асқардың бұны тастап кеткені есіне түссе, ашуланып кетеді. Не де болса көремін. Егер үйленемін десе кете беремін. Мені қалып кетті деп ойламасын. Одан да жақсы бай жігітке шығыпты деп ойласын, деп асығыс шешім қабылдап отыр. Ертесіне Дастан хабарласты. Кешке келетінін, айтатын сөзі барын айтты. Айтқан уақытында Дастан келді. Екеуі саябаққа барып, оңашада әңгімелесіп отыр. Үйленетінін, ұнатып қалғанын айтып отыр. Ұзақ уақыт жүрмей үйленгісі бар. Енді Зеренің жауабын білмекші болып келген екен. Асқарға ерексіп, жарайды деген жауабын сол жерде беріп жіберді. Өзі де қалай тез болып кеткенін білмей қалды. Араға 3 күн салып, Зере тұрмысқа шығып кетті. Алып қашып барды. Тек өзінің келісімімен. Барған жері бақуатты отбасы екен. Атасы жақсы кісі, бірақ анасы түрі сұстылау келген өзге ұлттан екен. Бара салып отырса да, тұрса да, әр қимылына сын айтып отыратын болды. Өзінің осы уақытқа дейін белгілеп қойған ережесін ұстанғысы келді. Дастан да анасын тыңдайтын ұл екен. Анасы не айтса екетпей орындайды. Үйінде сол, енесі би. Бара сала оқуын сырт бөлімге ауыстырып, жұмысқа тұрғызып жіберді. Күндіз сырттағы жұмыс, келген соң үйдегі жұмыс. Қанша тірлігін істеп жатса да, мін таппай қоймады. Отырса опақ, тұрса сопақ қылатын енеден шаршап, өзінің асығыс шешіміне өкінді. Не істеп қойдым? Әлі де жүре тұруым керек еді. Осындай өмір маған керек пе еді? Отбасылық өмірге әлі ерте еді. Бекер қылдым мен дейді. Отбасының бәрін біліп, қыр-сырын білу керек едім ғой. Бірақ Дастан жақсы жігіт еді. Зереге өзінің қолдауын білдіріп отырады. Тек Дастан үшін шыдап, үндеместен жүре берді. Бірақ Дастан анасына сөйлеуге бата алмайды. Зере де соның қатарына қосылды. Әбден басылып, еш үндемей жүре беретін болды. Тұрмысқа шыққанына да 5 жыл өтті. Қатарынан 2 ұл босанды. Онда да енесі сөйлеуін қояр емес. Ананы жаса, мынаны жаса, болмаса өйтпе, бүйтпе деп отырады. Өз еркімен өмір сүре алмай қалды. Шыдамы таусылған Зере әбден іші толып жарылайын деп жүр. Кезекті бір айқайда Зере қарап қалмады. Сөйлей берген енесіне айқайлап шықты. Осы уақытқа дейін үндемедім, қояр дедім. Тіл тапсып кетерміз дедім. Бірақ сөйлеуіңізді қоймадыңыз ғой. Не істесем де жақпадым ғой сізге. Қандай келін керек айтыңызшы сізге. Одан да қоя салайын. Дастанмен ажырасамын. Өзіңізге жағатын келібін алып алыңыз. Болды, мен кетемін деп киімдерін жинап кетті де қалды. Қалада келіп ағасының үйінде біраз уақыт жүрді. Сосын бөлек пәтер жалдап тұрды. Дастан хабарласып үйге келуін өтініп еді. Бармаймын болды. Менің қадірімді білсін, деді. Анаңмен тұра алмаймын. Мен ауру болатын болдым ғой. Түсін мені, деді. Содан кейін хабарласқан, іздеп келген ешкім болмады. Зере кеткен соң
Кайнынысы үйленді. Келін өте қу, бір беткей болып шықты. Айтқанын істете алмаса, үйінде айқай-шу болады. Адуынды ене өзінен асып түскен келін болған соң басылып қалды. Басында үйдегі ережемен таныстырғысы келіп еді. Бұл келін көне қоймады. Бұрынғы Зереге айтатын сөздің біреуін де айта алмайды. Келіні жұмысқа шығып кеткен. Үйдің тірлігін қазір енесі жасайды. Зере қалада жұмысқа тұрып алған. 2 ұлын балабақшаға беріп тастады. Дастан балаларын хабарын білейін деп анда-санда бір хабарласып тұрады. Керегіне деп ақша жіберіп тұрады. Сағынғанын айтып. Шыны керек, Зеренің өзі де сағынып жүр. Бірақ ештеңе демейтін. Сондай бір күні Дастан хабарласып, келіп тұрмын, сыртқа шықшы, ұлдарымды да көрейін деді. 2 ұлымен шықса, далада енесімен Дастан тұр. Енесін көрген Зере артқа бұрып жатқаны сол еді. Енесі кетпеуін сұрады. Сөйлесейік деді. Бұрынғы сұсты түрдің көлеңкесі де жоқ. Алдыңғы жасаған айтқандарына кешірім сұрады. Енді үйге қайтып келуін өтініп, немерелерін сағынғанын айтып, Дастанмен қосылуын сұрады. Осы уақытқа дейін Дастанды жібермей жүредім. Келіншегіңе барсаң, мені ұмыт дедім. Сол сөзім үшін, сенің қиналғаның үшін, немерелерім әкесін көрмей өскен үшін бәріне кешірім сұраймын. Үйге қайтшы қызым деп жалбарынып тұр. Ойланып көремін. Қазір ештеңе айта алмаймын, деді. Күнімен түнімен ойланып Зере жүр. Не істесем болады? Қайтадан сол былыққа барып батпаймын ба? Әбден ойланып, барлығын ой елегінен өткізіп, балаларын әкесіз өсіргісі келмеді. Дастанға өз шешімін айтпақшы болып телефон шалды. Дастанда соны күтіп отырғандай, тұтқан тез көтере қойды. Дастан, балаларын күтіп қалды, алып кетпейсің бе деді. Мұны естіген Дастанның қуанышында шек жоқ. Болды, қазір барам деп машинасына отырды да зулап қалаға келе жатыр. Жүзі нұрланып, бұдан асқан бақытты адам жоқтай сезініп келе жатыр. Қазіргі Дастан мен Зере бақытты. 2 жылдан кейін тағы бір ұл босанып алды. Осы бақытқа жету үшін біраз сынақты бастан өткізді. Бір-біріне деген сезімдерінің сынағы болды. Ене мен келіннің сынағы болды. Біраз уақыт бөлек тұрып, бір-бірінің қадірін түсінгендей. Енесі қазір көмектесіп жүреді. Кіші келін қолда тұрмады. Бөлек тұрғысы келіп, жолдасын алды да кетті. Қазір Зереден асқан жақсы келін жоқ. Ауылда да, отбасында да абыройлы еді. Әңгіменің соңы. Ұнаса лайк басып, пікір жазайық.